сезім бөлек, сенің күлкің ғарыштан. Әлем достар, сен бүгін Арека, және де бүгін мен сіздерге комментарий оқимын, сұрақ жауап екіншісін түсіретін боламын. Сіздер видеоны конца көріп, және де алдын ала лайктан бас комментарийлерін тіркеліп барыңыздар. Ендеше мен видеоны бастаймын. Достар, бізде комментарийлер. Мен сіздерге алдында айтқан болатынмын, екінші шығарайын ба деп. В общем, сіздер шығаршы дегенсіздер. Бірақ кісі айтқан, бірақ в общем, мен сұрақтарыма жауап берші дегендей жазғансыздар. В общем, енді қазір оқитын боламын. Рахмет. Және достар, мен барлықтарыңыздың алдыңғы жазған сұрақтарыңызға жауап беріп көремін бәріне. Короче, достар, қазір енді мен оқимын. Ең бірінші кім жазды екен? Бірінші сол кісінікін оқиық. Достар, короче, бұл жақта маған бір хейт жазды. Бет жазған екен. Не айтып жатқанды өзің түсініп жатқан жоқсың ғой, фу, бля, деп қойыпты. Бұл кісіге айтарым, сіз бірінші мен сияқты видео түсіріп көріңіз, сол кезде айтасыз ондай сөздерді. Сондықтан YouTube хейт жазудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіз түсірамаған соң, басқа адамдарды көре алмайсыз түсірген адамды. Сондықтан YouTube жазбай ақ қойыңыз. Мен видеоларымды көрмей ақ қойыңыз, вообще көрмей ақ қойыңыз. Негізі мен бұны көрмедім, енді ғана көріп тұрмын бұл комментарийді. Бағлан деген біреу жазған екен. Білмеймін, маған бұндай адамдар негізі ұнайды, өйткені хейттер видеоны до конца көреді. Не іздеп тұрады ғой? Кемшілігін іздеп тұрады адамның, мысалы. Қараңыздаршы, бүйтеді. Видеоны до конца көреді. Фуна қалай түсіріп жатыр? Осы сөйтіп айтады да. Бірақ ол адам өзі өйтіп түсіре алмайды, сондықтан түсірген адамды көре алмайды. Сондықтан өйтіп айтпай ақ қой. Айтпай ақ қой. Мен сіз деп айтқан жоқпын, өйткені маған бүйтіп комментарий жазатын адам, ол маған сен болады. Ал маған жақсы комментарийлер жазатын адамдар сіз деп айтатын боламын, өйткені олар мен видеомды до конца көреді, және де маған күшті комментарийлер жазады. Ондай кісілерді жақсы көреміз. Ал мынандай вообще фу, бля деген енді артық қой. Еще мен таңға түсіріп қойған, мен таңға комментарий жазып қойған, еще ол көп просмотр жинаған, по идее соны көре алмай жатқан соң сөйтіп жазып қойған деп ойлаймын, өз ойым. Сөйтіп ойлап тұрмын, өйткені ол адам өзі түсіре алмайды етіп түсіріп те көрмеген шығар. Еще менде қазір уже 370 подписчик, оны да көре алмауы мүмкін, ондай хейтерлер. Сондықтан жазбай ақ қойыңыздар, ұқтыңыздар ма? Мен барлығын айтып жатқан жоқпын, өйткені мен ана кісіге ғана айтып жатырмын. Бол достар, бұны оқымай ақ қояйық. Енді бізде екінші комментарий. Достар, бізде Мирас Эдичн деген кісі жазған. Келесі сұрақ жауап болса менің сұрақтарым. Общем, сұрақ қойған екен. Қай қалада тұрасың? Мен Шу қаласында тұрамын. Екінші, сүйікті ютуберің қандай? Менің сүйікті ютуберім негізі көп айта берсе. Мысалы, Пазл бар, сосын бізде бәрі бар, сосын Әлемері бар, үшеуі қатты ұнайды маған, өйткені видеоларын енді прям күшті көремін, до конца көремін, общем, көріп отырам. Сосын үшінші сұрағы, сен видеоны қандай телефонмен түсіресің? Мен Vivo телефонмен түсіремін. Сосын комментарий оқимын сұрақ жауапқа, бірінші жазға күшті жазып қойыпты, Динара Бақыт деген. Сосын жүрекше қойыпты. Осындай адамдар жақсы көремін. Өйткені бұндай адамдар еңбектің екенін біледі, мысалы. Видеоны ұзақ монтаждаймыз. Общем, ютуберлердің бәрі сондай ғой. Видеоны ұзақ монтаждайсың. Оның өзі еңбек. Еще обложкасында тоже монтаждауын керексің. Оның өзі еңбек. Осындай кісілерді еңбек бағалайды. Ал бағанағындай кісілер еңбек бағаламайды. Өйткені олар өздері түсіре алмайды. Сосын жаным деп қойыпты. Маған шортсқа. Сосын жүрекше қойыпты. Сізге де жүрекше. Бағана кісі. Динара Бақыт деген кісі жері қойыпты. Сосын күнде жазатын кісі осы кісі. Қазір оқиын сұрағын. Нұргүл Закарбай деген кісі күнде маған комментарийге күшті, прям, супер, видеоларың вау деп жазатын де. Осы кісі ұнайды маған бірақ қатты. Сұрақ қойған екен. Қай қаладансың? Мен жаңа айтқандай, мен Шу қаладанмын. Екінші,
Сүйікті тамағың қандай? Мантыны өте қатты жақсы көремін. Одан басқа да негізі тамақтарын ұнатамын. Негізі керемет ютуберсің өсе бер деп жазып қойыпты. Тағы да Нұргүл Закарбайға рахмет сізге. Осындай кісілер өте тамаша жазады. Еңбекті бағалайтын кісілер. Сосын тағы жазып қойыпты Нұргүл Закарбай деген кісі. Әр видеодағы монтажды керемет жасайсың, өте керемет. Рахмет. Өмірзақып деген кісі жазып қойыпты шортсқа. В общем, бізден қысқаша би дегенге жазып қойған шортсқа. Арека жұлдыз екенсің ғой, тоқтама деп жазып қойыпты. Рахмет. Ема деп қойыпты. Сосын Мадияр Есімбеков деген саған қай музыка ұнайды деп қойған екен. Маған негізі Акимиштің әндері ұнайды. И сосын тағы да в общем көп тыңдайтын екеуі. Екі әнші. Өлімдерін прям білем, жатқа білем десем де болады. Нешедесін деп қойыпты менімен бірге бір күнге. Мен қазір 16-дамын, достарки. Ақпаштай оқымаппын ғой атын. Айша 997 деген кісі жазып қойған екен, нешедесін деп. Мен 16-дамын. Сосын жазып қойыпты. Комментарий оқимын. В общем, бірінші жасқа жазып қойған екен. Тағы да жазып қойған Айша деген кісі. Ема 16-тасың ба, не болса дами бер, бірақ качество дыбыс жағын жақсартқан керемет болады. Достар, мен негізі жақсартқым келеді, бірақ та качество дегенге новый телефон алу керек дегендей естігенмін. Новый телефонды білмеймін қашан алатынымды, ол белгісіз әлі күнге дейін. Дыбысқа енді андай микрофон ба, сонда бірдеңке алатын шығармыз. Микрофон дегенде микрофон емес. Бірдеңке дешеді ғой, петличка ма, соны алатын шығармыз. И сосын Нұргүл Закарбай деген тағы кісі жазып қойған екен. Я, керемет, мен комментарийлеріме жауап берші деп жазып қойыпты. Жауап беріп жатырмын. Сосын мен бірге бір күнге жазып қойыпты. Ақниет Тұяқбайқызы деген кісі жазып қойған екен. Сен қай мектепте дейді. Мен мектепте емеспін, мен колледждемін. Жанат Леспек деген кісі жазып қойған екен. Өте күшті керемет жазып қойыпты. Жұмат Садиқовға. Бұл енді прям топ шыққан бұл видео. Білсеңіздер болады. И сосын тағы да жазып қойған екен, тек алғай. Сосын тағы да жазып қойған екен. Жұмат сағат үйде боламыз деген видео шығарыңызшы, пожалуйста деп қойыпты. Білмеймін бұны қашан түсіретінді, достар. Түсіріп қалармын мүмкін ертең түсіретін шығармын, иә. Ертең түсіріп көрем. Сосын сағат 10-дарда ма шығатын шығар. Уже монтаждап сөйтем ғой. 10-дарда шығады. И сосын тағы жазып қойған екен. Ютубтан тез даму 20 кеңес. Бұрынғы видеоға жазып қойған екен. Бағана кісі. Керемет шыққан, дами беріңіз деп қойыпты. Жүрекшілер, қуанған енді жер қойғанға үшін. Сосын тағы да смайликтер жіберген екен. Рахмет. Осындай кісілерін айналып көрсем. Сосын мен кеше сіздерге пост жасаған болатынмын, достарки. Болма, бет қалма сұрақтар. Достар, арнамның нишасын өзгерттім. 1-10-ға дейін бағалап кетіңіз деген ғой. Сосын Мирас видеосын жазып қойған екен. Нормально деп қойған. Достар, мен көрмедіңіздер ма? Нишасын ауыстырған болатынмын. Өйткені ескіріп кеткен. Еще бұлдыр болып көрініп тұр екен. Соған ауыстырдым, әпсі ауыстырмайтын едім. Прикинь, достар, сұрақтар аз болып қалыпты ғой. Оқудың кеттім ба қалғанда? Точно бәрін оқыдым ба? Мен на комментарийге негізі қуанып тұрмын хейткеше. Мен негізі хейттерге онша мән бере бермеймін. Өйткені олар өздері қолдарына келмеген соң айта береді да. Отырып, үйлерінде отырып жаза береді. Ондай подписчикке жету олардың қолдарына келмейді ғой. Басқа адамдардың көре алмайды дегендей ғой, достар. Прям негізі күшті комментарийлер маған. Бұрында ғана хейт болған, қазір бірақ хейтім бар екен. Бұрында да бір хейтім болған. Бұл, достар, бітіп қалды. Мен негізі хейтерлер не ғой. Үйде отырып алады да, іштіріп тұтқан соң бетіп телефонды көреді да, ютубта ауыстырып отырады да.
мынаны көрейінші, мынаның видеосы қалай екен. Онша емес монтажаған, қалай адамдар көп көріп тастаған дейді да, достар. Бүйтеді да, 200 просмотр ема, қалай мынау дейді да. Сосын мен хейт жазайын дейді да. Сосын минус тауып жатқан адамым ше. Видео аз болып қалса айып етпеңіздер, енді сұрақтар бізде осындай болыпты. Сұрақтардың бәріне жауап бердім деген ойдамын. Достар, мен осы видеом аяқталды. Егер сіздерге видеосы лайктарын басып комментарийлерін тастап барыңыздар. Сіздермен болған мен Арика. Келесі видео жолыққанша сау болыңыздар. Слезы льются, я думаю, что тебя боюсь. Счастливее нет меня.